Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Мақсұт Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімімін. Аты-жөнім Гүлзат Мырзағалиқызы Жулаева. Біз бүгін Шахмардан Құсайыновтың «Томирис» драмасымен танысамыз. Оқу мақсаты әдеби шығарманың композициясын уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау. Шахмардан Құсайынов жазушы, драматург, ғалым 1952 жылы 6 сәуірде Қарағанды қаласында дүниеге келген. 1975 жылы Қарағанды мемлекеттік медицина институтын тәмамдайды. 1988 жылы Максим Горький атындағы әдебиет институтының драматургия факультетін бітірген. Театр драматургиясы туралы драматургиялық шеберлік, пьеса, сценарий жазу дәрістер курсының авторы. 2000 жылдан бастап Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында қызмет атқарады. Шахмардан Құсайынов Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек және Қартқожа романдарын орыс тіліне аударған. Ол өз шығармаларын орыс тіліне жазады. Оның Қала үстіндегі бақ, Қазақтар, Түркі ханы, тағы басқа кітаптары жарық көрген. Сондай-ақ бірнеше драмалық шығарманың авторы. Мазар Қалихан Ысқақовпен бірлесіп жазған 2 сағаттық ерлік, Қыл көпір пьесаларын жазды. 2000 жылы «Томирис» трагедиясы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында қойылды. Қазақфильм киностудиясының «Балкон» және «Балалық шағымның аспаны» толықметражды киноларының сценарий авторы. Оқушылар, әуелі филология ғылымдарының докторы профессор Рымғали Нұрғалиевтің драматургия, соның ішінде трагедия жайында айтқан мына бір пікіріне құлақ түрейік. Драматургия жанрларының ішінде өмірге айрықша жақын түрі трагедия. Трагедия қаһарманы теңіздей сұрапыл тебіреніс құшағында. Ол өз ішіне терең бойлайды, қамырықты, қайғылы, азапты хал кешеді, кедергі қарсылықтармен қаймықпай күреседі. Сонымен бірге ғалым трагедияның 3 түрін көрсетеді: адамгершілік, тұрмыстық, эпикалық, тарихи. Бүгінгі біздің өтейін деп отырған «Томирис» драмасы тарихи драмаға жатады екен. Атым Томирис. Жақындарымның барлығы жау қолынан өлді. Тұл жеттім мен. Әке, Массагет тайпасынанмын. Мен патшайыммын. Бұл пьеса Томирис анамыздың өмір сүрген біздің эрамызға дейінгі 503 жылдардағы ата-бабамыздың атамекенді қалай сүйгенін, қалай қорғағанын, қалай сақтағанын суреттеген биік парасатқа жетелейтін көркем туынды. Томирис туралы Геродот жазбаларынан жеткен мәліметке сүйенсек, елдерді бағындыруға бет алған Кир патшаның басын қанға бөктіріп, іздеп келгенін қан болса қан ішсек, сақ қыздың әлемді дүр сілкіндірген қайратты ерлігін көреміз. Оқушылар, Томирис драмасында оқиға қалай сипатталады деп ойлайсыздар? Драматург бәрімізге мәлім аңыздың желісін қайталады ма, әлде өзінше өрбітті ме? Олай болса, құлақ түрейік. Драмада Томирис шұғыла, оның жары Балхаш, баласы Бекзада Спаргабис, Сарматтар падишасы Амага, Массақ Көсемов Ардаши, Елес Шәдікөй кемпір суреттеледі. Сіздер жоғарыда Томирис шұғыла деген есімді естідіңіздер. Яғни, Кир патшаға құпия жолмен баратын шұғыла, ол ойдан шығарылған есім. Бұл Томиристің екінші аты емес. Яғни, Шахмардан Қабиденұлы шығармаға өзінше осындай бір өрнек енгізген екен. Сонымен бірге тағы да бір ерекше кейіпкер, ол Елес кейіпкер. Шығармадағы жасы 100-ден асып кеткен Елес деген кейіпкер негізінен бәрін біліп отыратын болжаушы. Көріпкел ретінде көрінгенімен, ол сақ патшайымының түсінік түйсігін, алғырлығын, сезімталдығын, ақылдығын таныту үшін ғана алынған. Сондықтан Шәдікөй кемпір Томиристің қасынан бір елі қалмайды.
ұғымында жәдігөй аса айлакер деген ұғымды білдіреді. Бұл кемпір Тәңірдің құлы, жермен бірге жаратылған, жермен бірге кіндіктес. Оны қуа алмайсың деп Томиристің сөзінен де Елестің тегін адам емес екенін байқауға болады. Жалпы шығармада Томиристің ұлы Спаргапис өзінің таққа отыруға үмітті екенін байқатады. Бірақ анасы патшайым оның ұсынысын қолдамайды. Таққа отыруға жарап қалған меңзеген ұлына үзілді кесілді қарсылық танытып, жетісуға қару асынып емес, ағайынды аңсап керектігін айтады. Қызылбас кер патшасының оңтүстікті түгел жаулап, көз аларды отырған шағында ағайынмен одақ болмаса, омақаса құлайтынын ескертеді. Қуанып тұрып қайғы ойла, елің соны қаласа, қайғырып тұрып қуана біл, елің шаттыққа жараса деп өсиет етеді. Біз білетін аңыз желісі бойынша балалар, Спаргапис кер патшаның қолынан қаза табады. Ал бұл драмалық шығарманың шарықтау шегі қалай болады екен? Қалай ойлайсыздар? Кер патша, яғни ол жаулап алуға шығады. Майдан даласында оның әскерімен кездеседі. Сол кезде әскердің бір шетін тастай қашқан баласын ел мүддесі үшін жазалауды тапсырады. Елінен қуылмақшы болған Спаргапис өзіне әкесінің қанжарын тығады. Қанжарының улы екенін білген балқаш ақырғы майданға жарауын тілек етеді. Соңғы майданға әскерді Томирис өзі бастап шығады. Дала қасіретке толып қан сасиды. Жеңіске жетеді. Ұрыс алаңына Томирис шуға көсемдер жиналады. Кер патшаның басын балқаш лақтырып жібереді. Өзі де жан тәсілім етеді. Сансыз сезіммен арпалысқан Томирис шұғыла кердің басын қанға бөктіріп еліне жібереді. Сақтың сары даласын ешкім баспасын, Тұранның қасиетті туын ешкім жықпасын деген мәрт тілегімен шығарма аяқталады. Жалпы балалар, бұл шығармада автор уақыт пен кеңістік аясында ерлікті, батырлықты шебер сипаттайды. Ал прологында тас қараңғы түн мезгілінде суреті көрінеді. Жалпы шығарма барысында уақыт алға біркелкі жылжиды. Тақ үстіндегі талас, ел тәуелсіздігі үшін күрес уақыттың сыйымдылығын арттыра түскендей. 2019 жылы Томирис фильмі көпшілікке жол тартқанын бәріміз білеміз. Идея авторы Әлия Назарбаева, режиссер Ақан Сатаев екен. Жалпы қазақ үшін қыз намыс. Сақ патшайымы Томиристің өрлігін, батырлығын үлгі тұтқан халқымыз бүлдіршіндерге Томирис деген есімді көптеп беруде екен. Елдікті, тұтастықты, батырлықты дәріптеген шығарманы хрестоматиядан оқып шығуларыңызға кеңес беремін. Олай болса, мына тапсырманы орындайық. Шахмардан Құсайынов ғалым, ақиқат па жалған ба? Әрине ақиқат. Томирис Спаргапистің дай патшалығының тағына отыруын қолдамайды. Ақиқат па жалған ба? Әрине ақиқат екен. Спаргапис кердің қолынан қаза табады. Бұл жалған. Шығармада Елес жәдігөй кемпір туралы айтылады. Бұл ақиқат екен. Олай болса, оқушылар, сіздерге бірінші тапсырма салыстыру. Томирис бейнесі драмада қалай бейнеленген, фильмде қалай көрініс табады және ол жайында тарихи деректер. Екінші тапсырма, шығарманы қалай аяқтар едіңіз? Дескриптор шығармашылық жұмысты орындайды, айшықты сөздерді қолданады, сауаттылыққа баса мән беріледі.